Financial Times басылымы жаңа жылға болжам жасап, тон пішкен сарапшылардың болжамдарын жариялапты. Редакция былтыр дәл осылай жасалған болжамдардың дөп болғанын жазады. 16 жорамалдың 9-ы немесе 10-ы айна қатесіз келді дейді тілшілер. Бірақ жаңылмайтын жақ болмайды. Мысалы, Ұлыбритания Еуродақ құрамында қалуды қолдап, дауыс бермеді. Қала берді Хиллари Клинтон да сайлауда жеңе алмады. Ал мұның маңызы орасан. Болашақты болжағандар тұрақсыз құбылыстардың тарих үшін маңызды екенін айтқанымен, аяқ астынан болған тосын өзгерістер мұны теріске шығарып отыр деп жазған Financial Times. ақш-тың жаңадан сайланған президенті Дональд Трамптың Мексикамен арадағы шекараға тас қабырға орнататыны қаншалықты қисынды екендігіне тоқталады. Басылымның сарапшылары президенттің өз сөзінде тұратынын, бірақ екі елдің арасына шағын ғана қоршау орнатыларына сенімді. Айта кетелік, Трамп бұған дейінгі мәлімдемелерінде 2000 мильден астам шекараны қоршап тастайтынын айтып кіжінген болатын. Бірақ соңғы кездері райынан қайтқан ол, екі елдің арасына оңтүстік шекарада мығым, әдемі әрі өте берік қабырға орнатылатыны туралы әңгімелерді доғарды. Сондықтан онсыз да аумағының 3/1 осындай қоршаумен шегенделген жерде уәделі қоршаудың ырым-шын ғана қойылатыны анық дейді автор. Сонымен қатар Financial Times сарапшылары биылғы жылы мұнай бағасы $50 асатынын айтып отыр. Маймылдар неге сөйлей алмайды? Бұл сұраққа ондаған жылдар бойы бас қатырған ғалымдардың ешбірі ендігі уақытта приматтарға тіл бітетініне сенбейді. Бірақ бұл хайуандар адамға қаншалықты ұқсас болса да, соғұрлым қабілетсіз боп келетін тәрізді. Өйткені адамға үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жануарлардың өзге түрлері секілді бейімділігін таныталар емес. Мәселен, кейбір экзотикалық жануарлардың түрлері, оның ішінде тотықұс пен піл, адамның сөздерін ұқсас дыбыстар шығара алады. Алайда мешіндердің мұндай өнері жоқ. Тіпті ұзақ жыл бойы жүргізілген жаттығудан кейін де олар өздерінің қабілетсіз екендігін көрсетті деп жазады автор. Қазір осыған байланысты түрлі тоқтамға келген ғалымдар мақау маймылдарға қатысты түрлі теорияларды да ойлап тапты. Мамандар бұл жануарлардың тілі шықпауын түрліше түсіндіреді. Бәзбіреулер маймылдардың миы жеткілікті дәрежеде жетілмегендіктен айналамен байланыс орната алмайтынын айтса, енді бірі маймылдардың ауыз қуысы адамдардыкінен өзгешелеу екендігін алға тосады. Ал Наутилиус басылымының тілшісі Джим Дэвис қазіргі адамдардың қаншалықты дамып кеткеніне тамсанып мақала арнапты. Қазір адамдардың сауаты ашылып кітап жазады. Бұл аздай түрлі сынақтар жасап, аспанмен тірескен зәулім ғимараттар тұрғызады. Бұл жетістікке жетуімізде ақыл ойдың үлесі үлкен. Бірақ әйелдердің құпиясы әлі күнге толық ашылған жоқ. Ал мұндай күрмеуі қиын жұмбақтардың шешімі табылуы адам миының көлеміне байланысты екен. Яғни адамның миы үлкен болған сайын ақылы да көбейе түседі. Адамдардың өзара айырмашылығына көз жүгіртер болсақ, бұл ерекшеліктің 16% адам миының көлеміне байланысты деп түсіндіріледі. Ми неғұрлым үлкен болса, адамдар соғұрлым ақылды бола түседі. Автордың жазуынша, адамның миының көлемі үлкейген сайын әйелдердің де жамбас сүйегі де ұлғая береді екен. Мамандар мұны басы үлкен сәбилердің туылуымен түсіндіреді. Bir қызығы, адамдардың екі аяқпен жүруі секілді эволюциялық заңдылығында салқыны тиген түрі бар. Өйткені екі аяққа тік басу үшін бөксенің көлемі шағын болуы керек екен. Әр адамдардың толғатып өмірге сәби әкелуі кез келген приматтардан әлдеқайда күрделі. Мәселен, бала дүниеге келген кезде оның басы шағын болады, ал өсе келе миы тез өсе бастайды. Осылайша бастың үлкендігі әйелдің бөксесіне әсер етпейді деп жазады тілші. Фотограф Лукас Циммерман тұман кезіндегі бағдаршамның жұмысын таспаға басты. Ол өз суреттерін ымырт үйірле Германиядағы Веймердің маңында түсірген екен. Кейін осы кадрлерді көрген Циммерман тұмандағы жарықтың құбылатынына таң қалғанын жасыра алмапты. Өйткені қалыпты жағдайда түсірілген суреттерде түстің маңызы мен ерекшелігін байқау оңай емес. Әрі адамдар бұған назар аудара бермейді. Циммерман тұман кезіндегі бағдаршамдардың жұмысын алғаш рет 2013 жылы түсірген екен.